бейне кезіндегі Шыңғысханның жошысынан тарағандар төре атанған қолдан бір кланды жасады. Қолдан, шын мәнінде оған жанашып тұрған жоқ. Басқаларды езіп ұстау үшін. Қолдан команда жасады. Мысалы, партия неге құрылды? Партия деген ана қарапайым халықтан бөлектену үшін партия құрылады. Міне. Сен ана қарапайым халықтан бір дәреже жоғары болып, сен анаумен онша жақсы емеспін деп ұйымдасқандар партия болады. Мысалы, Совет Компартиясы не? Қарапайым Совет Компартиясының мүшесі емес болған халықтан оның дәрежесі артық. Ол билеуші топтың өкілі. Қытай Компартиясында қарапайым халық пен Қытайдың коммунисті бірдей қылмыс өткізсе, Қытай коммунисті кісі өлтірсе, қарапайым халық кісі өлтірсе, ана өлімге үкім етеді, Қытай коммунистіне партиядан шегіндіру жазасы беріледі, болды. Сол сияқты ол да партия, жаңағы тайпа бар ғой, жаңағы билеуші тайпа, ол тайпада кінә жоқ. Бірақ соны қолдан үстем тапқып, қолдан жаңадан жасалған төре тайпасы сияқты жасап, соған басымдық беріп, қалғанның бәрінің бизнесін құртып, байытпай, жаңағы қаңғытып жіберу, өзінің жаңағы мына тайпа, одан сәл үлкендеу, одан тайпа, одан сәл үлкен, жүзі бойынша біз өзіміз жүзіміз, оның барлығы халықты жіктеп, ыдыратып, бірін-бірін ала көз ашты бақа қылып, бірімен-бірін ыдыратып, бөліп алда билей бер жобасы. Бұйырды қайталап айтам, ол тайпаларда кінә жоқ. Сол тайпаларды құрал қылып отыр. Тілді де сөйлейді. Неге біздің үстем таптар орыс тілінде сөйлейді? Неге? Ана қарапайым халық, ана элитаға кіре алмау керек. Элита, ана қарақшы топ халықтан бөлектену керек. Кезінде француздың үстем таптары қайтты? Француздың үстем таптары, олар бөлек тіл жасап. Ай деп атаған жоқ. Аспандағы жарқыраған табақша деді. Су деп атаған жоқ. Жанымның рахат, сылдыр сұйықтығы деген сияқты. Барлық нәрсені тергеп атады. Ол сөйтіп француз тілінің бір ақсүйектер сөйлейтін терминологиясын қалыптастырды. Француз тілі, бірақ ақсүйек үстем таптары сөйлейтін терминология қалыптастырды. Анау бастарына қалпақ киіп, қолдарына бір таяқ ұстап алатын еуропалықтарды ескі фильмдерден көрдіңіздер ме? Ол да ана қалпақ зәрден қымбат болды. Оны жай қарапайым вокзалдағы жұмысшы, заводтағы жұмысшы, жай аспаз кие алған жоқ. Оны тек қол астында бәленбай жұмысшысы бар, жер иелеуші таптар, немесе өндірісі бар таптар, вилладардың иелері, палатаның иелері солар ұстар. Ана қолына кәдімгі аяқ сапсау, ештеңкесі жоқ. Бірақ қолда таяқ ұстап, ол таяғын бетіп, чолтаңдатып жүреді. Ана басына делегей цилиндр қалпақ дейді. Ол да ана қарапайым халықтан ақсүйектердің бөлініп, өздерінің бөлік бір жаңағы құндылықтарын қалыптастырған, атрибуттар ретінде қалыптастырып отыр. Тілінде сөйтті. Ол мысалы қазақтың келіндері тергейді ғой. Бұлақтың ар жағында, өзеннің бер жағында бір қора қойды, бір топ қасқыр табақтап жатыр, сен дереу жаңағы кездігіңді алып, ана тамақтап кеткеннен арам өлмегенде бауыздау керек қой қазақтың. Бісміллә деп ана қасқырды қашырып жібер дейді. Енді осыны келін не дейді? Бұлақбай деген атасы бар. Бұлақ деп айта алмайды. Не дейді? Сылдырама дейді. Сылдыраманың ар жағында дейді. Өзенбай деген атасы бар. Сол тайпаның ішінде. Не дейді? Өзенбай деп айта алмайды. Бұлақтың ар жағында, өзеннің бер жағында дейді. Сылдыраманың ар жағында, сарқыраманың бер жағында дейді. Маңыраманы ұлыма тамақтап жатыр дейді. Маңырама дегенде Қойшыбай деген атасы бар. Ұлыма деген Қасқырбай деген атасы бар. Енді оның бәрінің атын айта алмайды ғой қазақтың келіні. Не дейді? Сылдыраманың ар жағында, сарқыраманың бер жағында, маңыраманы ұлыма тамақтап жатыр екен дейді. Сен жанымаңды жанып алып бар дейді. Жанымас не? Пышақбай, Кездікбай деген аталары бар. Міне, қазақтың келіні тергеп айтса, француздар оны халықтан оқшаулану үшін, француздың ақсүйектері халықтан оқшаулану үшін сондай тіл ойлап тапты. Сол себепті біздің қарапайым қазақтың халқын қара тобыр деп, күстабан деп, еңбекші пролетариат деп, енді коммунистік терминмен айтқан, бөлектену үшін өздері ешкім кірмейтін, өздерінің бір изоляцияланған, өздерінің бір жабық ортасын билеу штабын қалыптастыру үшін, оған рушылдықты, ана бір үстем тап руды қолдан төре қылып жасап, және оның тілін орыс тілі қылып қойды. Оны өздері элита деп атады. 30 жылдан бері сол ғой. Аграрлық министр бүгін ертең
білім министрі, одан ақпарат министрі, одан денсаулық министрі, сол мына қалтасындағы мынаған салып, мына қалтасын ана қалтасына салып, бытқып отырды. Бір жаңа қан келді ме, жаңа құрам келді ме, идеясы бай, жаңағы толы тың нәрселерді істейтін біреу келді ме? Жоқ. Сол қарақшы, сол топтар бірін етіп отырды. Ара тұра ілуде бір екеуі тебіліп кетеді, болды. Сөз тыңдамаса сотталып кетеді. Ондай тіл, міне сол арнайы бір топты бөлшектеу, міне орыс тілінің біздің үстем таптың тілі, ана қарақшы таптың тілінің орыс тілі болып отыратын себебі сол. Бірақ бұйрықпен шешуге болатын еді. Бірақ бұйрықпен барлық нәрсе. Әрине, 3 тілді, 4 тілді мемлекеттер бар. Бірақ айтады, халыққа еркіндік. Ендеше халық еркіндік болса, Қазақстанның 70%-ден астам қазақ, автоматты қазақша болады. Соны мәжбүрлеп басып, қазақ тілділерді ұстап отырған, сол үстем таптың тілімен ұстап отырған сол орыс тілді қарақшы топ. Қазақтың билері де ана қарапайым халықтан ауашалану үшін ежік дейтін тілді сөйледі. Ежікше білетіндер менімен хабарласыңыздаршы. Ежікше сөйлей алатындар менімен хабарласыңыздар. Менің телеграм нөмірім 8775 084 5533. Қазақтың бұрынғы билері, батырлары, хандары, жаңа билеуші тап өкілдері, былайша айтқанда элитасы, қарапайым ауылдың әйелі, қарапайым жаңағы қойшы, солар жаңағы соғыс кезінде болады, жаугерлік заман болды, сонда білмесін деп ежік дейтін тілде сөйлесті. Сондықтан қазақ біреу түсініксіз тілде сөйлеп тұрса, нені ежік деп отырсың дейтін сол. Ежік деген сөз сол. Мен мысалы ежікшенің ең қарапайым түрін білемін. Бірақ оның ең күрделі түрін сөйлейтін адамдарды мен естігенде жаңағы, мысалы мен айтайын, ежікше сөзді айтайын. Оны көп мына жастар білмеуі мүмкін. Мысалы, мен шай іштім. Немесе менің шай ішкім келеді. Енді осы сөзді ежікше не деп айтады? Менің, мепен-нүпің, пені қосасың. Ғой, оған пені қосасың. Мепен-нүпің, шай, ша-пи. Ішкім, піш-кіпім. Келеді. Кепі-лепе-діпі. Сонда енді тездетіп айтсам не болады? Мепен-нүпің, шапи-үпім, піш-кіпім, кепі-лепе-діпі. Енді осыны біреулер шы қосады. Т қосады, қосады. Мысалы, мепен-нүпің дегенде пені қосады. Шай дегенге шы болғанда шаши дейді. Шы қосады. Жаңа ішкім деген кезде іш болғандан оған ішті қосады. Ішкім келеді дейді. Келеді деген одан кекілі кәткәлі дейді. Мысалы, келеді, кепілепеді, кетілетеді, кесілеседі. Міне өстіп жібереді. Ортасына, бұлайша айтқанда бұл шифрлау. Қазіргі IT тілімен айтқанда кодтау.